Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен қой етінен кәуапты маринадтауды үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге маринадтауға қажетті заттардың бәрін описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Ең алдымен мен қой етінен алдым. Оның сүйектерін де шауып және еттерін осындай бөлшектерге бөліп турап алдым. Бізге қажетті заттар: айран, сарыағаш, приправа для шашлыкка, тұз, қара қызыл бұрыш, жуас, сарымсақ, лимон және киви қажет болды. Етті осындай бөлшектерге бөліп турасаңыздар болады. Және де ең бірінші шараға етімізді салып, оның үстіне жуамызды, оның үстінен сарымсағымызды салдым. Онан соң қара бұрышымды, қызыл бұрышымды және де 2-2,5 ас қасық тұзымды салдым. Және де приправа для шашлыкамды қостым. Өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыз болады. Және де осы құрғақ ингредиенттерді, қоспаларды жақсылап араластырып алып, онан соң 2 жанан айранды қойып, тағы да жақсылап араластырып шықтым. Онан соң сарыағашымды алып, яғни шарамызға етіміз батып тұрғанша бетіне құйып шықтым. Кивиімізді осындай бөліктерге бөліп, еттің арасына салып қойдым. Егер сіз бір түнге қоятын болсаңыз, кивиді шашлыкты пісіретін алдында 1 сағат қана бұрын қоссаңыз болады. Және лимонның жарты бөлігін алып, осындай бөлшектерге бөліп, қосып, қайтадан барлығын араластырып, шашлығымыздың бетін жауып қойып қойдым. Енді шашлыкты пісіру үшін біз оның бетіне сеуіп тұратын қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін мен суымды, онан соң пиязымды жіңішкелеп турап, судың үстіне салдым. Оның үстінен қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзымды салып, және де уксусымды құйып шықтым. Барлығын жақсылап араластырып, баклажканың аузын кесіп қойдым. Және де отымды дайындап алып, яғни мен сексеуіл қолдандым. Жақсылап қыздырып, міне таяқшаларымызға шашлыктарымызды тығып қойдық. Менде антрикоттан да жасалып тұр, байқасаңыздар, сүйектерді де шапқан болатынмын. Ыңғайына қарай таяқшаларға тығып, яғни пісіруімізге болады. Шоғымызға дайындап, шашлығымызды айналдыра отырып пісіреміз. Баршаңызға ас болсын. Маринадпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.